Бәріне сәлем. Қазір булочка дайындайтын болам. Ол үшін жылы сүт алдым 600 мг, шекер 100 грамм және де 10 грамм ашытқы. Осы үшеуін араластырып, он минутқа бетін жауып қалдырамыз. Шамамен ашытқы осындай болып ашиды. Әрі қарай қалған тағамдарымызды қосамыз. 2 жұмыртқа, кішкене тұз, және 850-900 грамм ұн. Соңынан 100 мг май қосылды. Көрсетуге ұмытып кеттім. Енді дайын болған қамырды шамамен 1-1,5 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз көтерілді. Жасайтын тақтайымызды немесе үстелімізді майлап алып, кішігірім бөліктерге бөлдім. Ішіндегі салмасын әртүрлі қылам деп шештім. Алғашқысы ол мейіз. Келесі түріне шекер мен корица септім. Макпен да жасадым. Және арасына еш нәрсе қоспасаңыз да дәмді шығады. Үстеріне жұмыртқаны жағып шықтық. Енді қызып тұрған духовкаға жібереміз. Ол піскенше келесі түрлерін дайындай береміз. Сыр қосып та жасап көрдім. Біріншісі пісті, өте жақсы көтерілді. Енді екіншісін жібереміз. Сонымен осы қамырмен әртүрлі булочка дайындауға болады, әртүрлі формада, әртүрлі салмамен, өте дәмді, жұмсақ болып шығады.